Барлық динозаврлар жойылып кеткен жоқ. Бұл жағдайда тек ұша алмайтын динозаврлар ғана бастан кешірді. Ал олардың қауырсынды ұрпақтары құстар апаттан аман қалып, осы күнге дейін өмір сүріп келеді. Қазіргі торғайлар, көгершіндер немесе қырандар жай ғана динозаврлардың туыстары емес, нағыз тірі динозаврлар. Олар эволюциялық тұрғыда тероподтар тобынан тараған. Ал қолтырауындар кең таралған мифке қарамастан динозаврларға жатпайды. Олар архозаврлардың басқа бір тармағына жатады. Динозаврлар эволюцияның сәтсіз тәжірибесі болған жоқ. Олар жер бетінде 150 миллион жылдан астам уақыт үстемдік құрды. Бұл сүтқоректілерден әлде қайда ұзақ. Олардың жойылуы әлсіздіктен емес, ғаламдық апаттардың салдарынан болды. Динозаврларды жойып жіберген апат жер тарихындағы ең ауқымды апат емес. 66 миллион жыл бұрын астероидтың құлауы динозаврлардың көпшілігін жойып жіберді. Бірақ жер тарихында одан да жойқын оқиғалар болған. Шамамен 256 миллион жыл бұрын Перм триас апаты болып, теңіздегі де, құрлықтағы да барлық түрлердің 60%-нан астамын жойып жіберген. Динозаврлар бір уақытта өмір сүрмеген. Тираннозавр мен стегозаврдың қатар бейнеленген суреттері миф. Бұл түрлерді ондаған миллион жылға жатады. Стегозавр шамамен 150 миллион жыл бұрын өмір сүрсе, тираннозавр 66 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Олардың арасындағы уақыт аралығы тираннозавр мен адамның арасындағы уақыттан да ұзақ. Тираннозавр белсенді аңшы болған. Ол тек өлексемен қоректенді деген нұсқалар ескірді. Оның тістеу күші жер бетіндегі жануарлардың бәрінен мықты деуге болады. Бұл күш сүйектерді опырып жіберуге дейін жеткен. Трицератопстың сүйектерінен жазылып кеткен тістеу іздері табылған. Бұл оның тірі жануарларға да шабуыл жасағанын дәлелдейді. Динозаврлар құйрығын сүйретпеген. Ескі суреттерде оларды құйрығын жерге тигізіп жүргендей бейнелеген. Бірақ қазба жұмыстарында табылған құйрықтың ізі жоқ. Құйрық тепе-теңдікті сақтауға қызмет еткен және әрдайым ауада ұсталған. Мысалы, велоцираптордың құйрығы қатты болған, көміртекті шыбық сияқты. Бұл оған жүгіргенде тез бұрылуға көмектескен. Тираннозаврдың көру қабілеті өте жақсы болған. Ол қозғалмай тұрған олжаны көрмейді деген миф шындыққа жанаспайды. Оның көру қабілеті көптеген жер үсті жыртқыштарына қарағанда шамамен 13 есе өткір болған. Кейбір сүтқоректілер динозаврларға шабуыл жасаған. Сүтқоректілердің көбісі ұсақ болса да, арасында қауіпті жыртқыштары да болған. Мысалы, борсық көлеміндей Репиномомус атты жыртқыштың асқазанынан пситокозаврдың балапандарының сүйектері табылған. Тираннозавр Годзилла сияқты тік тұрмаған. Ескі музейлердің экспозицияларында оны құйрығын жерге тіреп, кеудесін көтерген қалпында бейнелеген. Қазіргі деректер бойынша ол денесін көлденең ұстап, құйрығын тепе-теңдік үшін артқа созып жүрген. Жойылу бір сәтте болмаған. Астероид құлағаннан кейін динозаврлар біртіндеп жойылды. Бұл процесс ондаған не жүздеген жылдарға созылуы мүмкін. Оқшауланған аймақтарда ұсақ түрлер біраз уақыт тірі қалғанымен, кейін азық-түліктің жетіспеушілігі мен климаттың өзгеруінен біржолата жоғалып кетті. Тираннозаврлар барлық жағынан ең мықты жыртқыш болмаған. Олардың тістеу күші өте жоғары еді. Бірақ жылдамдық жағынан карнотаврлардан қалып қойған. Және олар тираннозаврлар сияқты балық аулай алмаған. Кейбір карходонтаврлар тіпті алып зауроподтарды өлтіре алған. Жыртқыштардың топпен аң аулағанына дәлел жоқ. Кейде бірнеше динозавр қаңқасы бірге табылғанымен, бұл олардың қасқырлар сияқты топтасып әрекет етті дегенін білдірмейді. Көбіне оларды сел бір жерге әкеліп тастаған немесе бәрі ортақ олжаның қасында өлген. Динозаврлардың қазба қалдықтары онша сирек емес. Қажетті жерлерден іздесеңіз оларды тез табуға болады. Мысалы, Солтүстік Америкадағы атақты Hell Creek формациясында сүйек сынықтарын санаулы минуттың ішінде кездестіруге болады. Сирек кездесетін сүйектердің өзі емес, тұтас әрі жақсы сақталған қаңқалар. Өйткені динозаврлар өлгеннен кейін олардың денесін көбіне өлексе жегіштер жеп қоятын немесе эрозия бұзып жіберетін. Сондықтан толыққанды табылған қаңқа үлкен олжа. Барлық динозаврлар алып болмаған. Кейбір түрлері өте ұсақ болған. Мысалы, Epidexipteryx ұзындығы небәрі 30 см ғана жеткен. Алайда қазбаларда ұсақ түрлі сирек кездеседі. Өйткені үлкен сүйектер жақсы сақталса, кішкентай сүйектер тезірек бұзылады. Бұл құбылыс сақталу алаламалығы деп аталады. Сондықтан әлі күнге дейін біз динозаврлардың ұсақ түрлерін толық білмейтін болуымыз мүмкін. Баяу кесірткелер туралы миф. Бір кездері динозаврлар салбыр, баяу қозғалады деп есептелген. Бүгінде олардың көбінің жылдан бері шапшаң болғаны анықталды. Мысалы, Каннотавр. Оның жылдамдығы 56 км/сағатына дейін жете алған. Яғни бұл жануар Усейн Болттан да жылдам, әрі салмағы мүйіз тұмсықпен бірдей. Индика көлеміндегі Камсагнак болса, 64 км/сағатына жылдамдыққа жетуі мүмкін еді. Фильмдердегі динозаврлардың дауыстары ойдан шығарылған. Біз олардың нақты қалай дыбыс шығарғанын білмейміз. Ерекше жағдай Паразауролов. Оның басында үлкен қуысты қырлы өзінде болған. Ғалымдар ауа соның ішінен өткендегі дыбысты модельдеп, төменгі гудокқа ұқсас үн алған. Алайда бұл тек шамамен жасалған реконструкция. Ұқсас зерттеулер каритозаврға да жүргізілген. Тираннозаврдың қысқа қолдары өте мықты болған.
Оның алдыңғы аяқтарының ұзындығы ересек адамның қолындай, шамамен 1 метр. Бірақ күші таңғаларлық. Есептеулер бойынша әрбір қолы 180 килограммнан астам салмақты көтере алған. Динозаврлар тек қабыршақты болған жоқ. Бірақ оларды бұрын тек кесірткелерге ұқсатып бейнелеген. Қазба жұмыстары 50-ден астам түрдің қауырсындары немесе қауырсынға ұқсас құрылымдары болғанын көрсетті. Кейбір қауырсынды динозаврлар айқын түске ие болған. Оған қазбада сақталған пигменттер дәлел. Птерозаврлар динозавр емес. Бұл ұшатын бауыр мен жоғалушылар жақын туыс болғанымен эволюцияның бөлік тармағына жатады. Стегозаврдың арқасындағы таяқшалар сауыт емес. Бұрын олар қорғанысқа арналған деп саналғанымен, олардың жіңішке әрі нәзік құрылымы қорғанысқа сай келмейді. Болжамдардың бірі бұл тақтайшалар дене температурасын реттеуге көмектескен, яғни өзіндік радиатор қызметін атқарған. Шөпқоректі динозаврлар біз ойлағандан да қауіпті болған. Тираннозавр сияқты жыртқыштар әдетте тек қауіп төнгенде немесе қарны ашқанда ғана шабуылдаған, ал қалған уақытта салыстырмалы түрде өзін тыныш ұстаған. Ал шөпқоректілер жиі агрессивті болып, жыртқыштардан қорғану үшін өздері бірінші шабуыл жасаған. Динозаврлар ұрпақтарына қамқорлық жасаған. Олар жұмыртқаларын тастап кетіп қалған деген миф жоққа шығарылды. Майязаврдың жақсы сақталған ұялы колониялары табылған. Бұл динозаврдың атауы жақсы ана кесіртке деп аударылады. Ол жерде бұл динозавр балапандарына күтім жасалғанына дәлелдер бар. Барлық динозаврлар ақылды емес еді. Стегозаврдың миы жаңғақтай ғана болған. Тротондиттер немесе велоцирапторлар сияқты ұсақ жыртқыштарда мидың денеге қатынасы қазіргі құстармен салыстыруға болатындай деңгейде болған. Сонымен қатар олардың күрделі әлеуметтік мінез-құлықтары салыстырмалы түрде жоғарғы интеллекттің бар екенін көрсетеді. Тераподтардың алақандары төмен қарай бұрыла алмайтын. Тираннозавр немесе велоцираптордың алақандарын жерге қарай ұстап тұрғандай бейнелеу анатомиялық тұрғыдан қате. Олардың білектері ондай қозғалыс жасай алмаған. Алақандары әрдайым ішке, яғни шапалақ ұрып жатқандай болған. Бұл олжаны ұстап қалуға қолайлы еді. Ұзын мойындылардың танауы төбесінде болмаған. Ескі кітаптарда брахиозаврлардың басының үстіңгі жағында танау тесіктермен бейнелеген. Зерттеулер көрсеткендей, олардың танауы қазіргі жануарлардікі сияқты тұмсығының ұшына жақын орналасқан. Көптеген динозаврлар жылқанды болған. Олардың сүйектерін зерттегенде гаверс арналары табылған. Бұл құрылымдар жылқанды жануарларға тән. Бұл олардың құстар немесе сүтқоректілер сияқты дене температурасын тұрақты ұстай алғанын білдіреді. Бронтавр шынында болған. 1903 жылы оны апозаврдың синонимі деп санап, атауын алып тастаған, бірақ 2015 жылы ондаған қаңқалар зерттелген соң, бронтозаврдың жеткілікті айырмашылықтары бар екені анықталып, оны жеке бір тұқым ретінде қарастыруға шешім қабылданды. ДНК арқылы динозаврларды клондау мүмкін емес. ДНК өте тез бұзылады, тіпті ең қолайлы жағдайда ол бірнеше миллион жылдан кейін оқылмайтын күйге айналады. Ал динозаврлар 66 миллион жыл бұрын жойылып кеткен. Авирапторлар ұрлықшы емес, қамқор ата-ана болған. Оның атауы жұмыртқаның ұрысы деп аударылады. Себебі алғаш табылған үлгі басқа түрге тиесілі деп қате болжанған ұяның үстінде жатқан. Кейін белгілі болғандай, ол өз жұмыртқаларын қорғап жатқан екен. Динозаврлар секірмелі өсіммен дамыған. Сүйектерін зерттеу нәтижесінде, мысалы, тираннозавр жасөспірім кезінде күніне 2,3 килограммға дейін қосып, бірнеше жыл ішінде тауық көлемінен мүйіз тұмсықтай алыпқа дейін өскені анықталған. Археоптерикс барлық құстардың тікелей арғы тегі емес. Ол динозавр мен құсқа тән белгілерді біріктірген. Бірақ қазіргі құстардың бастауына айналған емес, көбіне ежелгі туысқан саналады. Эволюция сусыздықпен емес, тармақталған бота секілді жүрді. Ұзын мойындылар құрлықта өмір сүрген. Олардың су жануарлары деп есептеу ескі әрі қате түсінік. Олардың мықты аяқталы пілдердікіне ұқсас болған. Және қазба табылымдарындағы іздері олардың құрлықта еркін жүргенін көрсетеді. Стегозаврдың екінші миы болмаған. Жамбас тұсындағы үлкен қуыстың қызметі артқы денені басқару үшін емес, энергия жинайтын гликогенді денеге арналған. Мұндай мүше қазіргі құстарда да бар. Тираннозаврдың қауырсындары болған әлі белгісіз. Оның кейбір ата-бабалары қауырсынмен қапталған, бірақ ересек тирекстің терісінде табылған үлгілер қабыршақты жабыны көрсеткен. Мүмкін балапандары қауырсынды болып, ал ересектері қауырсынсыз жүрген. Олардың алып көлемі жоғары оттегінің арқасы емес. Керісінше, мезозой дәуірінде оттегі деңгейі қазіргіге қарағанда төмен болған кездер көп болды. Динозаврлар мұны өте тиімді тыныс алу жүйесінің арқасында теңестірді. Ауа қапшықтары мен қуысты сүйектері қазіргі құстардағыдай. Осымен бүгінгі шығарылым бітті. Бәріңізге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде видеоны лайк басып, арнаға жазылыңыздар.